Қайырлы күн, назарларыңызға сабақта қолданылатын жасанды интеллект құралдары жаратылыстану пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 3 сынып 3 тоқсан. Сабақтың тақырыбы жер сфералары деген не? 1 сағатқа берілген. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 3-4-1-1 жер сфераларының орналасу реттілігін түсіндіру және көрсету. 3-1-2-1 ақпарат көзінің түрлерінің артықшылығы мен кемшілігін анықтау. Сабақтың мақсаты жердің негізгі сфераларын литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфераны біледі. Әр сфераның маңызын қарапайым тілмен түсінеді. Құндылық тәртіпсіз ел болмайды. Табиғатта да өзіне тән заң мен тәртіп бар екенін түсіндіру. Тапсырманы 4 топқа оқушылар бөлініп отырады. Әр топқа әр түрлі жер сферасын бөлініп беріледі. Мұғалім дайын мәтіндерді береді топқа байланысты. Және осыны біз дыбыстатуға береміз. Дыбыстауға бізге көмектесетін жасанды интеллект құралы SpeechKind-eye. Яндекс браузерінен іздеу батырмасынан SpeechKind-eye деп жазып іздеп табамыз. Тапқаннан кейін оқушылардың жас ерекшелігіне бұл келеді жасанды интеллект құралы. Немесе дайын мәтін болмаса, оқушылар өздері ChatGPT-ден іздесе де болады. Оқушыларға берілетін уақыт 8 минуттың ішінде орындауы қажет. Дайын мәтінді қояды, көшіріп қойғаннан кейін тілді таңдауға болады және дыбыстап беретін адамды таңдауға болады, ұл немесе қыз екенін таңдауға болады. Бұл жерде де уақытты созуға, қысқартуға, тез. Биосфера жердегі барлық тіршілік өмір сүреді. Және ол таңдағаннан кейін дауысты тыңдап көріп, содан кейін жүктеуімізге немесе қайтадан қиып өңдеуімізге, уақытты ұзартуымызға, дауысты жуан жіңішке алуымызға болады. Осылай оқушылар өздерінен ұнаған дауысты таңдап, оны жүктеп алады. Жүктегеннен кейін оны сақтау батырмасын басса, ол сақталып тұрады. Қайтадан редактировать етуге, қайтадан жөнеуге болады. Әртүрлі ақпарат көзін пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық қызығушылықтары артып, сабаққа деген ынталары артады деген сенімдемін. Және олар табиғатқа жауапкершілікпен қарайды.